Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 3-ші сынып 56-шы сабақты өтеміз. Тік төртбұрышпен шаршының ауданын табу. Бірінші тапсырма: бір ақ қағаз және бір түймені қақпақты немесе қағаздан қиылған дөңгелекті ал. Түймені пайдаланып қағаз парағының ауданын шамамен өлше. Яғни бізде осындай бір парақ қағаз аламыз, оны түйменің көмегімен немесе қақпақты алып көрсек те болады, және қағазды осылайша дөңгелектеп сызып алсақ та болады. Дәл осылай өлшейтін болсақ, бізде өлшеп шыққан кезде бізде осы түйменің ұзындығы өлшегенде ұзындығы 1 сантиметрға тең болатын болса, демек әр келесі қақпақ бізде мына жерде тағы бір түйме. Дәл осылай бізде 5 түйме болатын болса, демек бұл бізде 5 сантиметрға тең дегенді білдіреді. Бұл жерде бізде екі қатар түйме болып тұр. Екі қатар түйме сияды, суретті қарайтын болсақ. Сондықтан бізде 2 сантиметр болады. 1 сантиметр, 1 сантиметр, 2 сантиметр болды ені, ал ұзындығы 5 сантиметрға тең. Сонда ауданын есептеу үшін, шамамен ауданын есептейміз, ол үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз, сонда 10 сантиметр квадратқа тең болады жауабы. Енді келесі тапсырма: тік төртбұрыштың периметрі мен ауданын есепте. Бұл жерде бізде ұзындығы ені, периметр ауданын табу қажет. Ұзындығы бірінші есепте ұзындығы 8 сантиметр, ені 9 сантиметрға тең болатын болса, енін табу үшін бізде енінің формуласын пайдаланамыз, яғни ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. Ал ауданын есептеу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Сонда бізде ұзындығы мен енін қосатын болсақ, 17-ге тең болады, оны 2-ге көбейтеміз, 34 сантиметрға тең. Келесі ауданын есептейтін болсақ, ұзындығы және енін көбейтеміз, 72 сантиметр квадратқа тең болады. Келесі ұзындығы 7 метр, ал ені 6 метрға тең болады. Сонда жауабы периметрін табамыз. Периметрін табу үшін бізде ұзындығы мен енін қосамыз, 13-ге тең болады, 2-ге көбейтсек 26 метрға тең болады. Ал ауданы ұзындығы мен енін көбейтсек 42 метр квадратқа тең болады. Мына жерде метр квадрат, өйткені қандай өлшем бірлігімен беріледі, сол өлшем бірлігі арқылы шығарылады. Келесінде енді бізде сандық мән көрсетілмеген ұзындығында, яғни x-қа тең деп тұр, ал b-да бізде ені b-ға тең екен. Демек, егер бізде осындай болатын болса, ұзындығы қанша екен белгісіз, x деп тұр, ал b еніне тең. Сонда бізде периметрін табатын болсақ, ұзындығы x қосу ені b-ға тең. X қосу b көбейту 2-ге тең болады. Ал ауданы x көбейту b метр квадратқа тең болады. Бұл жерде x және b белгісі сандар, яғни кез келген санды қойып есептесек болады. Енді келесі нұсқасында тік төртбұрыштың белгісіз қабырғасын тап. Бірінші фигура: бізде ұзындығы 8 сантиметр, ені белгісіз, ауданы 40 сантиметр квадратқа тең. Енді енін табатын болсақ, яғни ауданның формуласын пайдаланамыз. Ұзындығы мен енін көбейтеміз. Осы жерден b-ны шығаратын болсақ, бізде b-ны, яғни енін табу үшін ауданын ұзындығына бөлеміз, сонда 5 сантиметрға тең болады. Ені 5 сантиметрға тең. Енді келесі екінші фигурада бізде ұзындығы белгісіз, яғни ұзындығын табу қажет. Ені 7 сантиметр, ауданы 63 сантиметр квадратқа тең. Енді ұзындығын табу үшін бізде ауданның формуласын пайдаланамыз, сонда а тең болады. Ауданды еніне бөлеміз, сонда 9 сантиметрға тең болады ұзындығы. Келесі тапсырма: ауданның өлшем бірліктерінің кестесін пайдаланып салыстыр дейді. 3 сантиметр квадрат, 3 дециметр квадрат. Бұл жерде бізде 1 дециметрда 10 сантиметр бар, Енді оның квадраты деп тұр, сондықтан бізде мынаны квадраттаймыз. Сонда бізде 1 дециметр квадрат тең болады. Квадраттаған кезде 10-ның квадраты 100-ге тең болады, демек 100 сантиметр квадратқа тең болады. Сонда 3 сантиметр квадрат үлкен ба,
әлде 300 сантиметр квадрат үлкен ба деген сұрақ қойылып тұр. Бұл жерде 300 сантиметр квадрат үлкен. Келесі 9 дециметріміз 900 сантиметрға тең квадратқа. 100-ге көбейтеміз, иә? Келесі 900 сантиметр квадрат. Бұл жерде екеуі тең. Келесі 1 метрда 10 дециметр бар. Демек 1 метр квадратымыз бізде 100 дециметр квадратқа тең болады. Сонда 5 метр квадратымыз 500 дециметр квадратқа тең. Бұл тең болады 500 дециметр квадрат екеуі тең. Келесі 5 метр квадрат 500. 1 метрда 100 сантиметр бар, иә? 1 метрда 100 сантиметр бар, демек 100-дің квадратын табамыз. Демек бұл жерде 100-дің квадраты 10.000 сантиметр квадратқа тең. Бұл сондықтан үлкен болады 5 сантиметр квадраттан. Келесі 1 сантиметрда 10 дециметр бар, 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат бар. Демек 100 көбейту 10, 10-ның квадраты 100-ге тең болады. Енді сантиметр квадрат үлкен болады. Мына жерде 100 сантиметр квадрат. Бұл жерде екеуі тең болады, иә? Кешірім сұраймын, мына жерде қате кеткен, яғни 10 дециметр жоқ, дұрыс. Өйткені бізде бұл 100 сантиметр квадрат, ал 1 дециметрда квадратта 100 сантиметр квадратқа тең болатын болса, бұл жерде 10 болып тұр, сондықтан 10-ды көбейтеміз 100-ге, сонда 1000 сантиметр квадратқа тең болады. Демек, бұл бізде дұрыс. Келесі 200 дециметр квадрат тең болады. 2 метр квадратта 200 дециметр квадратқа тең болады. Екеуі тең. Келесі 9 метр квадрат 900 дециметр квадрат, яғни бұл да 900 дециметр квадратқа тең. Бұл тең болады 900 дециметр квадратқа. Келесі 900 метр квадрат 90 дециметр квадраттан үлкен. Келесі 100 сантиметр квадрат 100 дециметр квадраттан үлкен болады. Келесі тапсырма: фигуралардың қабырғаларын өлшеп, периметр мен ауданын тап. Бірінші фигурада бізде ұзындығы 4 сантиметр, ені 4 сантиметрге тең. Демек, бұл жерде бізде квадрат тәріздес, яғни текше тәріздес берілген болсын. Сонда бізде фигуралардың қабырғаларын өлшеп, периметр мен ауданын тап деп тұр. 4 сантиметр 4 сантиметр болса, периметрін есептеу үшін ұзындығы мен енін қосамыз және 2-ге көбейтеміз. Сонда 16 сантиметрға тең болады. Демек, жауабы периметр 16 сантиметрға тең болады. Енін табу үшін, ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Сонда 16 сантиметр квадратқа тең болады. Келесі екінші фигураны қарайтын болсақ, бізде ені 2 сантиметрға тең, ал ұзындығы 6 сантиметрға тең деп алайық. Осы жерден периметрін табатын болсақ, ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз, сонда 16 сантиметрға тең. Келесі ауданын табу үшін бізде ұзындығы мен енін көбейтеміз, сонда 12 сантиметр квадратқа тең болады. 12 сантиметр квадрат. Енді келесі әнұсқасында боялған бөліктерінің ауданын тап деп тұр. Бірінші фигураны қарайтын болсақ, бізде ені 2 бөлікке бөлініп тұр. Яғни бұл 4 болатын болса, сонда 2 болады. Ал барлығы 4-ке тең болып тұр. Енді оның ұзындығы өзгермейді, яғни мына жерде бұл 4 сантиметрға тең. Енді осының периметрін есептейтін болсақ, яғни осы 4 бұрыш осындай болып тұр, бізде боялған бөлігі. Демек, ұзындығы 4, ал ені 2 сантиметрға тең. Енді периметрін есептесек, ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз, сонда 12 сантиметрға тең болады. Енді ауданы ұзындығы мен енін көбейтеміз, 8 сантиметр квадратқа тең. Келесі фигурада бізде боялған бөлігін астына
түсіретін болсақ, демек мына бөлік бізде боялған болады, иә? Ал жоғарыдасы боялмаған болып қалсын. Сонда бізде астындағы осы фигураны өлшейміз. Бұл жерде 2 сантиметр деп алған едік енін. Демек, бұл бізде 1 сантиметрға тең болып тұр. Яғни 1 сантиметр және 6 сантиметр. Осы фигура бізде боялған бөлігі 6 және 1 сантиметр. Енді оның периметрін табатын болсақ, ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз, сонда 14 сантиметрға тең болады. Ал ауданы 6 сантиметр квадратқа тең. Енді келесі тапсырма, әрбір суретке дұрыс жауапты жаз. Тік төртбұрыштың барлық ауданы қанша метр квадратқа тең, соны есептеу қажет. Ол үшін бізде мына жерде бірінші фигураны қарайтын болсақ, А нұсқасында бізде тік төртбұрыштың барлық ауданы, яғни барлық ауданы, боялған бөліктің ауданы, боялмаған бөліктің ауданы деп тұр. Демек, барлық бөлігінің ауданы 6 метр және 6 метр. Демек, ұзындығы мен енін көбейттік, 36 метр квадратқа тең болды. Енді боялған бөліктің ауданы, яғни бізде 2 метрға тең болды деп тұр. Бұл шаршы тәріздесе, сонда 4 метр квадратқа тең ауданы. Келесі боялмаған бөлігін табатын болсақ, бізде барлығынан осы боялған бөлікті азайтамыз. Сонда 36 метр квадраттан 4 метр квадратты азайтсақ, 32 метр квадратқа тең. Келесі енді екінші А нұсқасындағы суретте барлық бөлігінің ауданы 5 метрді 6 метрға көбейтеміз, сонда 30 метр квадратқа тең. Енді боялған бөлігінің ауданы табу үшін бізде 3 және 2 метрді көбейтеміз, 6 метр квадратқа тең. Енді боялмаған бөлігін табу үшін барлық бөліктен боялған бөлікті азайтамыз, 24 метр квадратқа тең болады. Енді келесі Б нұсқасында барлық бөлігінің ауданы табу үшін 6 метр, 8 метр, сонда 48 метр квадратқа тең. Ал боялған бөлігі 4 метр, 3 метр. Демек, бұл 12 метр квадратқа тең болады. Енді боялмаған бөлігін табу үшін барлық бөліктен азайтамыз, боялған бөлігінің ауданы, сонда 36 метр квадратқа тең болады. Енді келесі тапсырма, теңдеулерді шеш. 35 қосу 2 тең, 200 азайту 140. 200-ден 140-ты азайтамыз, 60-қа тең болады. Енді 60-тан 35-ті азайтсақ, x-тің мәні 25-ке тең болады. Оны бастапқы x-тің орнына қойып тексеріп көрсек болады. Келесі бірінші қосу-амалы орындалады. 100-ге 210-ды қосамыз, 310-ға тең. Енді 490-нан 310-ды азайтамыз, сонда x-тің мәні 180-ге тең болады. Оны бастапқы x-тің орнына қойып тексеріп көрсек болады. Келесі бірінші қосу амалын орындаймыз. 280-ге 600 қосамыз, 880-ге тең. Енді 880-нен 200-ді азайтамыз, сонда x-тің мәні 680-ге тең болады. Оны бастапқы x-тің орнына қойып тексереміз. Сонда бізде оң жағы мен сол жағында бірдей мән шығатын болса, демек тапқан белгісіз мәніміздің жауабын дұрыс тапқан боламыз. Енді келесі теңдеуіміз бірінші жақша ішіндегі қосу амалы орындалады және 310-ға 210-ды қосамыз. Сонда бірінші жақшамыз 80-ге тең, ал келесі қосу амалы 520 санына тең болады. Енді 520-ға 80-ді қосамыз, яғни минус 80-іміз ауысқан кезде плюс болып ауысады. Сонда А-ның мәні 600-ге тең болады. Оны бастапқы А-ның орнына қойып тексеріп көрсек болады. Келесі Y қосу 230 тең, 9-ды 4-ке көбейтеміз, 36, оған 640-ты қоссақ 676-ға тең болады. Одан азайтамыз 210-ды, сонда Y-тің мәні 446 санына тең болады. Оны бастапқы Y-тің орнына қойып тексеріп көрсек болады. Енді келесі бірінші қосу амалын орындаймыз, 900-ге тең болады. Енді x-ті табу үшін 900-ден 550-ді азайтамыз, x-тің мәні 370 санына тең болады. Оны бастапқы x-тің орнына қойып тексеріп көрсек болады. Енді келесі тапсырма А нұсқасында балалар қалашығы құрылысына тік төртбұрыш және шаршы пішінді 2 алаң бөлінді. Шаршы пішінді алаңның ұзындығы 7 метр, ал тік төртбұрыш пішінді алаңның ұзындығы 5 метр, ені 3 метр. Қай алаңның ауданы артық және нешеге артық?
Демек бұл жерде 7 метр шаршы тәріздес. Демек ұзындығы мен ені 7 метрге тең болады. Сонда ауданы 49 метр квадратқа тең. Енді келесі тік бұрыш пішінді бізде ұзындығы 5 метр, ені 3 метрға тең. Бұл жерде бізде қайсының алаңның ауданы артық, яғни 7 метрлі шаршының ауданы артық болып тұр, Бірақ қаншаға артық екенін табу үшін бізде тік бұрыштың ауданы табамыз, 15 метр квадратқа тең болады. Енді шаршы тәріздестен азайтамыз тік бұрыштың ауданын. Сонда 34 метр квадратқа тең болады. Демек шаршы пішінді алаңның ауданы 34 метр квадратқа артық болып тұр. Енді келесі нұсқасындағы тапсырмада жылыжайдағы қызанақ отырғызу үшін бөлінген жердің ауданы 18 метр квадрат. Осы жердің ұзындығы мен ені қанша болуы мүмкін деп тұр. Яғни 18 метр квадратқа тең болатын болса, бізде демек ауданына дегеніміз ол бізде ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең еді. Ұзындығы мен енін көбейткендегі мәнге тең, демек S 18-ге тең болады. Қай сандарды көбейткен кезде 18-ге тең, соларды қарастырамыз. Яғни 1 метр ұзындығы және ені 18 метрға тең болса, келесі 2 метр және 9 метр, келесі 3 метр 6 метрға тең болған жағдайларда бізде ауданы 18 метр квадратқа тең болады. Сонда яғни 3 жағдайда бізде 18 метр квадратқа тең болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментарийға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.